Сәлеметсіздер ме, балалар? Әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбын білу үшін осы ребусты шешіп көрейік. Уақыт беремін. Ребустың шешуі Абай. Балалар, бүгінгі сабақта біз сендермен Абай кім, Абай аталарын туралы не білесіңдер? Мына пікір ағашына жазайық. Балалар, Абай ол кім болған? Қандай өлең жазған? Қайда туған? Әкесінің аты кім? Жазайық, уақыт беремін. Балалар, Абай Құнанбаев жайлы Ахмет Байтұрсынов былай деген. Қазақтың бас ақыны Абай, шын аты Ибрахим Құнанбаев, одан асқан біз білетін ақын болған жоқ. Сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек. Ұнамды, орынды болуына шыншылдық керек. Мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі де болған деген. Балалар, бүгінгі сабақта біз сендермен бала Абай мәтінімен танысамыз. Ол мәтінді Мұхтар Әуезов жазған. Мұхтар Әуезов 1897 жылы өмірге келіп, 1961 жылы қайтыс болған. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында туған. Балаларға арнап Көксерек және тағы басқа шығармалар жазған. Мұхтар Әуезов Абай туралы Абай жолы роман эпопеясын жазған. Онда Абайдың бүкіл өмір жолы, балалық, ересек шағы, шығармашылығы, сол кездегі қазақтың тұрмысы баяндалған. Мұхтар Әуезов Абай туралы қазақ халқына халықтығын жоғалтпайтын өшпес белгі орнатты деп жазды. Қазір балалар, сендер бала Абай мәтінін түсініп оқып шығындар. Мен сендерге уақыт беремін. Балалар, мынау суретке зер салып қарандаршы. Сұрақтарға жауап беріп тапсырманы орындайық. Суретте кімдер бейнеленген деп ойлайсыңдар? Мәтінге сүйеніп, әжесі мен Абай арасында диалог құрастырыңдар. Уақыт беремін. Дәптерге балалар Абайдың әжесінің атын, Абайдың шешесінің атын жазыңдар. Балалар, жаңа сендер бала Абай мәтінін оқыдыңдар. Ол мәтіннен не білдіңдер Абай туралы? Ол кім болған? Ол балалар ұлы ақын, данышпан, ойшыл, аудармашы, әжесінің еркесі болған бала Абай. Әңгімені ұнатқан, көп ойнамайды, ол алғыр, зерек болған бітті кезінен. Ал қазір мынандай топтық жұмыс жүргіземіз. Бірінші топ. Абайдың әжесі мен анасына мінездеме береді. Екінші топ.
Абайдың өлеңдерінен үзінді оқып береді. Ал үшінші топ Абайдың қара сөздерін айтады. Тапсырманы ойланып, дайындауға уақыт беремін. Сабағымызды балалар қорыта келе, мынадай тест тапсырмалары сұрақтарына жауап беріңдер. Қазақтың ұлы ақыны кім? Абай жолы роман-эпопеясын кім жазды? Абайдың әжесінің аты кім? Орын таппай баптанба деген өлең жолдарын қай өлеңнен алынған? Абайдың туған жерін белгіле. Міне осымен балалар біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.